Айтқан сөз шын болар. Ынсап, ұят, ар, намыс төртеуі болса дін болар деді. Мен діннің анықтамасы. Біз қазір дін десе, ана шолақ балақ кесіп тастаған, сақалын қауғадай қылып жіберген, 20-дан жаңадан асқан балалар мұртын қырып тастаған, әлхамдулилля, сауыс жаңағы текенің сақалы мынада ұзын қылып жіберген, сонымен жүрміз, осыны дін деп ойлаймыз. Одан баса қыздарымыз қара жамылып алған, ол туралы мен жазып та жатырмын, кітабымда да жаздым, мақала қылып та жаздым. Байы өлген қатынды басы қаралы, беті жаралы болды деген қазақ. Қара салмаған еш уақытта. Жаулық салғанда қызылы, жасылы, көгі, күлгіні, әртүрлі ақ жаулық. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақ жаулық, өнен кейін ол саулық деген. Ақ жаулығың аман ба деген. Қыз басына орама салмаған. Қай қазақтың қызы басына орама салған көргендер қаяты. Үкілі кәмшат бөріктің ай деп бөрік киген, шашақты, үкілі көз тимесін деп, салпыншақтары менен жақ шаш бауы менен әдемілеп, көзден аулақ болсын деп қос бұрын өріп қойып, тақиясын киген. Ал енді үйленген кезде сәукеле киеді ол, сәукеле. Сәукеле шешкенен келген келін болған ақ жаулығын салады. Бірінші мені бала келін, келесі жыл ана келін, өнген дана келін болсын деп батасын беріп, ақ батасын алып, ененің мектебінен өтіп, сол әулеттің өзіне қаратқан, өсірген, өндірген, үлкен дана, былайша айтқанда ақылбайлардың ақылы, дана гүлдердің даналығынан дарыған.